Жібересіңіз, бұл жібересіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін Көксайекке Рамазан бауырымыздың қорасына келдік. Рамазан бауырымыз қошқарларын сатып жатыр. Қазір осы қошқардан бастайық. Рамазанда сатылатын қошқар жайлы ақпарат айта кетсеңіз. Бұл Борзын линиясынан түскен Дерский атты қошқар. Февральдың 23-не туылған, 24-ші жылды өз қорамыздан шыққан. Өте жуан. Жуандықтарын қарап қойыңыздар. Машалла. Жуан екен. Салмағы қанша болып тұр бұның? Бұның салмағы 167 килокасы нақты салмағы. Тісін көрсетейікші? Тісін көрсетеміз. 4 түске өтті бұл. 4 түс болып тұр. 4 түске өтті бұл. Бойы? Бойын қазір өлшейміз 98 бар. Метрмен өлшейміз метрге. Бұл қошқардың бағасы қанша болып отыр? Бұл қошқарды енді көрмеде бұл екінші болды. Жиымқұл ауылында көрмеде екінші болды. Сол жерде көрмеге шықпай-ақ $4000-ға сатылмаған бұл қошқар. Қазіргі бағасы енді? Қазірдің бағасы енді сатылым болса $6000 деп тұрмын. Бағасы $6000. Жалпы саудасы бар ғой, ә? Бар. Тамашылық саудасы бар. Жуан. Бойын өлшейміз ба? Бойын өлшеп көрсетейік, ә? Жуандықтары көрініп тұр. Бойын көрсетейік. Міне. Уревен қойылды. Бойы 99 болып тұр. Метрге жоқ. Алла берекесін берсін. Бағасы $6000. Төсін Жуандықтары міне. Аяқтары ашық, аяқтары түзу. Келесі қошқарды ұстап алып келе жатыр. Бұл крокодилдің немересі. Рамазан, мынау крокодилдің немересі, иә? Иә, бұл крокодилдің немересі. Бұл 23-ші жылы декабрьдің 31-не сағат 12-де туылған ғой, 24-ке. Жаңа жылға подарок болып туылған бұл қошқар. Бұның параметрлері қандай? Бұның параметрлері салмақ 145 еді, қазір 154 кило салмағы. Нақты салмағы, тартқан өзім, 154 кило салмағы бар. Тісін көрсетейік? Көрсетейік. Бойын өлшейміз? Бойын өлшейік, иә? Бойын өлшеп көрсетейік. Крокодилдің немересі. Рамазан бауырымыздың өзінің шаруашылығында туылған. Міне уравенді көріңіз. Уравен тұр. Ойы 95-96 ғой. 95 болып тұр. Бұл қошқардың бағасы? Бұл қошқардың бағасы $3000 деп атырмыз. Бағасы $3000 міне. Жуан. Ал жанымды көрсетіп қойын. Қошқарлар бабында күйікке түсуге дайын. Түстері, бас формалары 4 түс болып тұр. Құлақ өлшейміз ба? Құлағы қанша шығады бұның? Метр. Көрсете салайық құлағы да, құлағын сұрайтындар бар қазір. Қай жерден қояды? Кольцо қойыңыз. Неде кольцо? Құлағы 22 болып тұр. Кольцосында тұр. Кольцода тұр. Басы дәу да бұның. Қошқарды жіберіңіз. Келесі қошқар бұл қандай қошқар? Бұл миллион немересі. Қуаныш ағадағы атақты миллионның немересі. Бұл неше жасар болып тұр қазір? Бұл 24 апрельдің 21-не туылған. 24-ші жылы апрель 21 апрельде туылған. Бұның параметрлері қандай? Бұның параметрлері негізі бойы бұның 99 еді. Соңғы өлшегенде салмағы бұның 148. Миллионның линиясы. Бұра миллион өзіне ұқсаған екен атасына. Бойын өлшеп көрсетейік. Құлағын көрсетейік. Бұның бағасы қанша? $4000 ма? Иә. Мұны уравен. Уравен қойылды. Салмағын жобамен көрсетейік. 99 болып тұр. Алсаңыз, құлағын да көрсетіңіз, өлшеп. Метрі. Құлағын бастары дәу болған екен, құлақ кішкентай көрінеді да. Қанша қойыңыз. Құлағы 20 бар ғой.
20. Вот жібересіңіз. Ал мына келесі қошқар бұның линиясы қандай? Бұл Борзыйын линиясынан Симба деген қошқардың баласы. Кешегі Аристе көрме болғанда екінші орын алған Симба деген қошқардың баласы бұл. Борзыйын линиясынан гектар деген қошқар. Бұл да екі тіс. Чинаш. Екі тіс болып тұр ма? Екі тіс. Көрінді. Бұл да екі тіс. Бұл майдың 20-сына туылған. 2024-тің. Жарым жасар екен сонда. Қазір бойын өлшеп көрейік. Бұның бағасын қанша деп жатсыз? Бұның бағасын негізі $3000 деп жатырмыз. Ал боғылды. $3000. Бойын өлшейін деп жатырмыз. Көрген қойылды. Бойы 95 болып тұр ғой. Мына ұғыраған, ровна тұр. Көріңіз. Үстінде түсіңіз. 95 болып тұр. Қошқар тамашалап қойыңыздар. Бұл қошқар жібересеңіз, жүрісін көрсетейік. Аяқ қолдары сау, жүрісі. Құйрық формалары.